ойлап тапқан ажайып құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниемізге демеу беретін, адами қасиеттерімізді арттыратын да осы кітап. Тәрбиеміздің бастауы ертегі жыр дастандарымыздан бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. Ұлы Абай айтқандай, пайда ойлама, ар ойла, талап қыл терең білуге, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген сөзінде үлкен мән жатыр. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғылымның қайнар бұлағы, білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбиелік құрал. Толстой өз кезегінде жақсы кітап оқу ақылды адаммен сырласқанмен бірдей деп пікір білдірсе, Абай атамыз артық ғылым кітапта ерінбе оқып көруге деген екен. Кітап арқылы келешек ұрпаққа бүгін тарих болып жазылып, ертең мұра болып қалмақ